жолдастар, бүгінгі жиналып отырған жиынымыздың күн тәртібіндегі мәселе биотехникалық шұңқырдың мәселесі бойынша өздеріңізге белгілі. Енді аудан әкімінің есебінде де бұл мәселе көтерілген. Ауыл тұрғындарының біразы хабарда. Біз ардагерлер кеңесінің мүшелерінің біразына хабарладық. Төрағамыз бар, қасында біраз ақсақалдарымыз совхоз ұжымына қарай кетті ғой. Бір жиын болып отырды, сол жақтарға кетті. Бүгінге бізге бекітілген осы жиналыс. Рұқсат етсеңіздер бастап айтып берейін. Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылында биотермиялық шұңқыр салу екінші санаттағы объектіге әсер етуге рұқсат алу үшін материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Ақпарат жұртшылыққа газет және телеарналары бар хабарландыру арқылы жеткізілді. Хабарландырулар хабарландыру тақтасына сондай-ақ Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурстарына орналастырды. Қоғамдық тыңдаулар жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Тыңдаулар ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауды өткізу қағидасының 22 тармақшасына сәйкес біздің залда аудиожазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары нақты тұжырымдалмаған және ескертулер мен ұсыныстардың мәнін көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ. Тыңдаулардың барлық қатысушылардың жай көпшілік дауысымен дауыс беру нәтижелері бойынша ескерілмейді. Тыңдау барысында және чатта балағат сөздер айтуға, қорлауға жол берілмейді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін төраға мен хатшыны таңдау қажет. Төраға ретінде өзімді округ әкімі Ешмар Десек-Аманбекұлын ұсынамын. Әзірлеуші өкілінің хатшысы ретінде Қасымова Махаббат. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім жақтайды, қолдарыңыз көтерулеріңізді сұраймын. Кім қарсы, кім қалыс? Хатшы Қасымова Махаббат болып бекітілді. Күн тәртібін айтуға рұқсат етіңіздер. Жобаны әзірлеуші Казцентр проектінің баяндамасы. Ұсынылатын баяндама регламенті 10 минут. Кім жақтайды? Кім қарсы, кім қалыс? Қолдарыңыз көтерсеңіздер, 10 минут баяндама. Ұсынылатын талқылау регламенті әр сұраққа 5 минуттан. Кім жақтайды? Сіздердің назарларыңызға Нұрмахамбет Қуаныштың баяндамасын тыңдау ұсынылады. Бізде аудандық құрылыс бөлімінің бас маманы. Саламатсыздар ма? Өзімді таныстырып Нұрмахамбет Қуанышұлы, Қордай ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімінің бас маманымын. Бүгін сіздерге биотермиялық шұңқырдың жобасы бойынша баяндама беремін. Жаңағыдай айтып өткендей газетте объявление берген, көрсеңіздер болады. Суретпен көрсетілген. Биотермиялық шұңқыр Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылында орналасқан. Учаскенің ауданы 0,5 гектар құрайды. Географиялық координаттары бар. Жануарлардың мәйіттерін залалсыздандыру үшін шұңқыр салу жоспарланған. Жобада мал қорының құрылысы, оның айналасында үйлер мен траншеялар, қатты жол киімдері қарастырылған. Сондай-ақ аумақтың периметрін қоршау қарастырылған. Учаскенің ортасында ені 3,5 метр қиыршы тас жол жобаланған. Тас жол салынады. Және де қоршаулардан 1,5 метр шегініп, әр жағынан шұңқырдың құрылысын жоспарлаймыз. Жалпы тереңдігі 10 метр. Құдық металл қақпақпен жабдықталған. Нөсер және еріген сулардың периметрі бойынша
бойынша шұңқырға түсуіне жол бермеу үшін тереңдігі 0,5 метр арық орнатылады. Участке П6В 4-2 5 қоршау панельдерінен тұратын бетон қоршаумен қоршалған. Оның ені 4 метр. Плиталардың жалпы саны 7 дана. Мал қорымына кіру қақпа арқылы жүзеге асырылады. Мәйіттердің ыдыраған бөліктерінің жерге түсуіне жол бермеу мақсатында құдықтың түбін және қабырғаларын геомембранамен жоғарғы жағымен бетондау көзделеді. Геомембрананың ауданы 60 метр квадрат. Мәйіттер мен биологиялық қалдықтарды тасымалдауға бөлінген көлік құралдары санитариялық өңдеуден оңай өтетін су өткізбейтін жабық шанақтармен жабдықталады. Мұндай көлікті жем-шөп пен басқа да азық-түлік өнімдерін тасымалдау үшін пайдалануға тыйым салынады. Сонымен қатар осы шұңқырларда келесі ауруларды жұқтырған жануарларды көмуге тыйым салынған. Атап өткен күйдіргі, ірі қара обасы, қоғыру, сіреспе. Малды ішіне тастаған соң ол ыдырап кетеді, сүйектерді қалмайды, полный ыдырап кетеді. Ішінде өткен ферменттер болады. Атмосфералық ауаға әсері. Құрылыс жұмыстары кезінде атмосфераға әртүрлі көздерден ластаушы заттар бөлінеді. Атап айтсақ, бұл бөліністер келесі жұмыстардан туындайды. Құрылыс материалдары мен жабдықтарды жеткізетін автокөліктердің жұмысы, құрылыс және жол техникасының жұмысы, дәнекерлеу және кесу процестері, дизель отын жағу мен битум қазандарында битумды қыздыру, компрессорлы қондырғылардағы дизельді қозғалтқыштардың жұмысы, шаң тудыратын құрылыс материалдарын тиеу және түсіру, битумен жұмыс істеу, электрмен дәнекерлеу жұмыстары, лак бояу жұмыстар жатады. Құрылыс алаңында барлығы 10 шығарындылар көзі қарастырылып тонна жылына ластайтын заттар шығарылады. Жер асты және жер асты суларына тоқталып өтсем, тікелей жұмыс учаскесінің ауданында су объектілері жоқ. Ең жақын жер су объектісі ол Шу өзені, оңтүстік жағынан 2 километрден астам қашықтықта ағып өтеді. Жер асты сулары 10 метр тереңдікте дейін табылған жоқ. Өндіріс және тұтыну қалдықтары құрылыс кезеңі құрылыс машиналары мен механизмдердің күнделікті техникалық қызмет көрсету нәтижесінде мұнаймен немесе мұнай өнімдерімен ластанған сүрту материалдары түріндегі қалдықтар түзіледі. Бұл қалдықтар құрамындағы мұнай немесе мұнай өнімдерінің мөлшері 15%-дан төмен болған жағдайда майлы шүжек ретінде жіктеледі, ыдырап кетеді. Полигонды қайта жаңарту кезінде құрылыс жұмыстарына тартылған қызметкерлердің тіршілік әрекеті нәтижесінде қатты тұрмыстық қалдықтар түзіледі. Олар қатты коммуналдық қалдықтар ретінде жіктеледі. Құрылыс кезеңінде қалдықтардың түзілу көлеміне қатысты есептер төмендетілген. Алаңда жұмыс істейтін 10 адамнан тұратын персоналдың тіршілік әрекетінен жылына 0,75 тонна коммуналдық қалдық түзеледі деп болжануда. Бұл қатты жабындысы бар арнайы алаңда орнатылған көлемі 1,1 метр куб болатын металл контейнерге жиналады. Пайдалану кезінде, пайдалану сатысында нысанда 2 қызметкер жұмыс істейді. Олардың тіршілік әрекеті нәтижесінде жылына шамамен 0,15 тонна қатты тұрмыстық қалдық түзеледі. Жануарлардың өліксілері жылына 3 тонна көлемінде мал қорының аумағында алдын ала зарарсыздандырылған күйде орналастырылады. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесі. Жасыл желектерді жою немесе мәжбүрлі түрде көшіру жоспарланбаған. Құрылыс кезеңінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне әсер ету қысқа мерзімді және жергілікті сипатқа ие. Негізінен құрылыс техникасынан шығатын шу мен топырақ жамылғысына механикалық әсермен байланысты болады. Жоба алаңы қолданыстағы қалалық құрылыс аумағында орналасқан және ішінара урбанизацияланған. Бұл аумақта қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстардың көбею немесе ұя салу орындары тіркелмеген. Фауна негізгі өкілдері адам мекендейтін ортада тіршілік етуге бейімделген синантропты түрлер ұсынып отырған жобалық шешімдер. Сосын зиянды әсерлерді азайту бойынша іс-шаралар. Сулы шаң басу, тиеу, түсіру жұмыстары алдында топырақ, су бүріккіш шланг арқылы ылғалдандыру. Атмосфераға биорганикалық шаңның таралуын азайту, атмосфераға тарайтын улы заттарды азайту үшін күндізгі уақытылы дизель отын жану режимдерін пайдалануды шектеу. Компрессордың жұмыс уақытын қысқарту арқылы технологиялық шешімдерді енгізу. Су ресурстарын ластауға жол бермеу мақсатында технологиялық, санитарлық және басқа да кешенді іс-шараларды жүзеге асыру. Шаруашылық тұрмыстық ағынды сулар нысан аумағында орналасқан
оқшауланған шұңқырға биодәретханаға бұрып, кейін мамандырылған ұйым арқылы жақын маңдағы тазарту құрылыстарына шығару. Бұл жер асты суларын ластаудың алдын алуға және рельефке тікелей ағынды су жіберуді болдырмауға мүмкіндік береді. Кәсіпорын аумағын көгалдандыру кәсіпорын шекара периметр бойындағы бос аумақтарда кіреберіс жолда бойында және санитарлық қорғау аймағында ағаш отырғызылады. Баяндама аяқталды. Енді рұқсат етсеңіздер өзіміздің тілімізде айтайын. Енді бұл жаңағы скотомогильник қой, былай айтқан кезде мал өлікселерін тастайтын орын. Өздеріңіз білесіздер, бүгінгі күнге дейін біздің өлген малды өзіміздің ашық түрде жатады, свалкада жатады, бәрі өліп, шіріп жатады. Оны ауылда иттер барады, жейді, ауылға кіреді. Кейде даже болады, өзен жағасына лақтырып жатады. Енді осының барлығын аурудың неше түрлі аурулар шығып жатыр, соның бәрін алдын алу мақсатында осындай биотермиялық яманы соғу жоспарланған. Енді біз мемлекет тарапынан осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол бізде аудан бойынша 4 қана жаңағы ауылда осы жыл жүргізіледі, соның ішінде бізде бармыз. Мен өз басым ойлаймын, енді ол өте дұрыс нәрсе, себебі оның барлығын қазір заманауи қылып жасау керек. Енді бұл неше түрлі аурулардың тарауын алдын алу керек. Енді бұйырса құрылыс бөлімі осы жұмысты аяғына дейін жүргізеді. Содан кейін бар бізге ма болмаса жаңағы ветстанцияға ма солардың теңгеріміне өткізіп, ары қарай біз жұмыс жүргізе бастаймыз сол уақытта. Енді осы жұмыс, оны өздеріңіздер хабардарсыздар, орнын белгілеу бойынша енді оны алдында кезінде сол жақтарда өзі болған екен. Сол кезінде сол жерлерде биотермиялық шұңқыр сол жерде болған. Бекар болған жоқ. Сосын 2-3 жер ұсыныс бергенбіз. Бұл жерде барлығы, бұл жұмыстардың барлығы мемлекеттік сараптамадан өтеді. Сараптамадан жаңағы оқып қуаныш оқып кеткенде жер асты суы бар, басқасы сол биік жотаға қойылу керек. Сонымен 3 жер белгіленді, 3 жердің жаңағы осы жерді ғана сараптамадан өткізді. Сол себепті осы жұмыс бұйырса уже басталып кетті. Бұйырса осы күзге дейін бітіп қалса, ары қарай осы бағытта жұмыс жүргіземіз. Жол бойынша қосымша ол жерге асфальт төсемей, бірақ қиыршық тас жол ғой, оның қайда есен ана қарбастауға да бәрі, бер жағына жолдың шешіп бар ма? Şu жотаға шығарады. Ал ағырынан апарса, қайта шығармайды ма? Жотаға. Оны қазір жолға келген кезде қосымша не дейміз, бірінші олар қазып, төңірегін бітіріп алса, кейін бұйырса жолға келген кезде мердігермен өзімде кездескен алдында, ол кісілерге жолдың подъездной жолды жасайтын алдында ақылдасыңыздар, келіңіздер, айтыңыздар деген, оны бірге барып, бұйырса соны көреміз. Енді жалпы осы жоба қолдайды деп ойлаймын, ал бәрімізге керек дүние ғой. Енді үлкен жоба болды. Жаңағы 10-12 метр қазылады, оның барлығы сыртын бәрі қапталады, бетонировать етіп, оның ішіне жаңағы бір химиялық заттар құйылады. Сол малды тастаған кезде беті ашып жабылып тұрады ғой, колодец сияқты. Колодец ашылады, ішіне мал. Бұйырса күзге дейін бітіп қалса, ары қарай осы бағытта жұмыс жүргіземіз. Жол бойынша қосымша ол жерге асфальт төсемей, бірақ қиыршық тас жол ғой. Оның қайда есен ана қарбастауға да бәрі, бер жағына жолдың шешіп бар ма? Şu жотаға шығарады. Ал ағырынан апарса, қайта шығармайды ма? Жотаға. Оны қазір жолға келген кезде қосымша не дейміз, бірінші олар қазып, төңірегін бітіріп алса, кейін бұйырса жолға келген кезде мердігермен өзімде кездескен алдында, ол кісілерге жолдың подъездной жолды жасайтын алдында ақылдасыңыздар, келіңіздер, айтыңыздар деген, оны бірге барып, бұйырса соны көреміз. Енді жалпы осы жоба қолдайды деп ойлаймын, ал бәрімізге керек дүние ғой. Енді үлкен жоба болды. Жаңағы 10-12 метр қазылады, оның барлығы сыртын бәрі қапталады, бетонировать етіп, оның ішіне жаңағы бір химиялық
заттар құйылады. Сол Ол жерге беті малды тастаған кезде Беті ол ашық бола ма? беті ашып жабылып тұрады ғой, колодец сияқты. Колодец ашылады, ішіне мал тастайды, жабылады, бітті. Еркелер ғой ішінде. И сонымен просто ең бастысы бұл жерде практикада бар. Басқа ауылдардан сұрастырдық қой енді. Сол жерде. Просто біздің ауыл тұрғындар келеді, малды прямо ішіне тастамайды, алдына тастап кетеді. Вот сол кезде бұйырса оны жан-жақты қараймыз енді. Алдағы уақытта мүмкін камера орнатып, енді ол жақта тоқ тартылмайды ол жерге. Бірақ күн сәулесі арқылы істейтін неше түрлі шығып отыр ғой. Мүмкін сондай орнатып, алдағы уақытта бақылауға соны жүргіземіз. Оның жерді сосын пайдалансаңыздар болады, 10 жылдан кейін қайтын жауып сайысты, сол жерде қайтын пайдаланса болады. Өйткені малдың негізі шіріп кетеді, жоқ болып кетеді. Елді мекеннен шамамен бір шақырым жерде орналасу керек деген өзінің стандарттары бар. Соның бәрін алып отырып, сол жерді таңдалу. Ашқан кезде адам көрші қалмайды ма? Жоқ. Ол ферменттер адамға не yapасыз? Ол ішіне салған кезде түбінде тұрады ғой. Ол примерно бір 2 метр тереңдікте болады ғой, 12 метрдің бір 2 метрінде жыртқыш тұрады, 10 метрге суға құлады. Ашқан кезде ат көресіз. Оның бәрін малдың ит өлсе де, мысық өлсе де сол жаққа барып тастаймыз енді бұйырса болашақта. А то бізде қазір барсақ свалка масқара болады. Оны көміліп шаршады. Адамдар қанша айын жерде қой Нет, ну правильно, но мы сейчас жизненно ничего не можем сделать, потому что қайға барады. Бізде мал свалка тастама десек, қайға барамыз? Жоқ. Басыдан елге уже үйрене бастады, түнімен өзі жауып тастады я. Бұл қайқа апарсын, мусорға апарсын ғой. Дұрыс қой, мусорға апарсын, бірақ ана яма бар ғой, сояққа таста десек тастамайды ғой, прям алдына келіп енді бұйырса көрдің ғой, қайсыға аннежін өтебей қаттылар, ар жағынан жасап қой. Подъезден жақсылап жасау керек. қолдаймыз. Мен мынаны жақсы ғой, подъезд жақсырасың болады. Подъезд бұған бірақ қана мақсатта қолданылады ғой бұл. Мусор төкпейді, тек қана өлген малды алып барады, тастайды, болды. Бірақ қана мақсатта пайдаланылады. Сол. Енді жаңа қосымша сұрақтарыңыз болса, айтасыздар. Тыңдаулардың нәтижелері бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасымен рәсімделеді. Сондай-ақ тыңдаулар хаттамасы бірыңғай экологиялық порталда Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің интернет ресурстарында тыңдаулар өткізілгеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларында көзделген мерзімде жарияланатынын хабарлаймыз. Енді осы жиналыстан кейін интернет ресурстарына тағы да шығып талқылауға. Оны бақылайтын адам бар ма вообще? Қайсы? Мына біздің ұлтымызда